Жамбыл ауданында 39 жалпы орта білім беру мекемесі бар. Мектептердің 76% типтік, 24% ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Аталған білім ошақтарында 16.630 оқушы білім алады. 2049 педагог еңбек етуде. 3 ауысымда және апатты жағдайдағы мектеп мәселесін шешу мақсатында 2025 жылға дейін 100 мектеп салу жобасына аймақта 7 білім беру нысан құрылысын жүзеге асыру жоспарланған. Жаңа оқу жылы аясында Шоқай ауылында 150 орындық номер 3 орта мектеп биыл ұрпақ игілігіне берілді. Ғимарат іші жарық, кең әрі соңғы талап бойынша соғылып, техника және жаңартылған оқу базасымен қамтылған. Ағымдағы оқу жылы Қантау ауылында Тарты бастауыш мектеп гимназиясында оқушыларды қабылдады. Дәл осы үлгіде алдағы уақытта 2 мектеп соғылады. Олар Бәйтерек ауылында 100 орындық, Қостөбе ауылында 100 орындық білім беру мекемесінің құрылысы. Ал 2025 жылы құрылыс жұмыстары Қызылдихан, Қапал және Рахат ауылында жалғаспақ. Сәйкесінше аймақта тозығы жеткен мектеп мәселесі 2025 жылы шешіледі. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында қосымша Аса ауылында 1200, Шайқорықта 600 орындық жаңаша үлгідегі зәулім білім беру ғимараты соғылмақ. Білім беру ошақтарының материалдық, техникалық базасын жаңарту, соңғы стандартқа сай жабдықтау жұмыстары да назардан тыс қалған емес. Мектептердің лингафонды мультимедиалық кабинетпен қамтылу деңгейі 79% құрайды, ал пәндік жабдықталу 80%. Ағымдағы жылы 77 миллион теңгеге 9 кабинетке химия, физика, биология пәндері бойынша қажетті оқу құралдары алынды. Сонымен қатар 29 мектепте робототехника кабинеті болса, 4 IT кабинеті бар. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша орташа балл 84,51% құрады. Мемлекет тарапынан білім саласына бөлінген инвестиция жарқын болашақ кепілі. Берері де, қайтарымы да зор. Әрбір ұстаз білікті маман, ал әрбір оқушы ойшыл тұлға десек, ауданда өңір мақтанышына айналған дарынды оқушылар өз білімдерін облыстық, республикалық және халықаралық олимпиадалар мен интеллектуалдық байқауларда дәлелдеп жүр. 64 оқушы жүлделі орыннан көрінуі соның айғағы. Оқушылар қауіпсіздігі де басты назарда. Барлық білім беру мекемелерінде бейнебақылау камералары, турникет, күзет және қоршау орнату жұмыстары жоспар бойынша жүзеге асуда. Биылғы оқу жылында 700-ден жоғары бала оқитын 23 орта мектеп, 3 балабақшаның бейнебақылауы тікелей аудандық полиция бөліміне интеграцияланды. Ал балалардың мектепке дейінгі білім берумен қамтамасыз етуі 2 мен 6 жас аралығы 96,8%-ға жетті. Оқушылардың бос уақытының тиімді өткізу мақсатында ауданда бірнеше қосымша білім беру мекемелері мен спорт мектептері жұмыс істейді. Әрі ондағы оқушылардың алды өз мүмкіншіліктерін түрлі байқауларда сынап, додада топ жарып жүр.